Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Төменде көріп тұрғанымыздай көміртек таңбасы атомдық массасы 12, атомдық нөмірі 6. Бұл заттарды өмірде қолданамыз ба? Әрине, косметикалық заттар, дәрі-дәрмектер, пластмасса ыдыстар, жанар-жағармайлар, майлар, вулканизация өнімдері және жеміс-жидектерде бұл заттардың барлығы көміртек қосылыстарынан тұрады. Органикалық заттардың ерекшеліктері. Органикалық қосылыстардың жіктелуі біздің бүгінгі сабағымыз. Сабағымыздың мақсаты органикалық қосылыстардың көп түрлілігінің себебін түсіндіру. Көмірсутектердің және олардың туындылары, спирттер, альдегидтер, карбон қышқылдары, көмірсулар, әмен қышқылдарының жіктелуін білу. Функционалдық топ түсінігін, берілген класс қосылыстарының химиялық қасиетін анықтайтын топ ретінде түсіндіру. Жалпы бүгінгі сабақта органикалық заттар жайлы білетін боламыз. Органикалық химия көмірсутектер және олардың қосылыстарының қасиеттерін зерттейді. Биорганикалық заттар. Біз алдыңғы сыныптарда биорганикалық химия жайлы оқып үйреніп келеміз. Оларға оксидтер, тұздар, негіздер, қышқылдар жатады. Ал органикалық химияға көмірсулар, ароматты көмірсутектер, оттекті органикалық заттар, қаныққан көмірсутектер және қанықпаған көмірсутектер жатады. Биорганикалық заттарға қарағанда органикалық заттар өте көп. Ең қарапайым органикалық қосылыстар екі элементтен, көміртек пен сутектен құралып, көмірсутектер деп аталады. Қарапайым мысал этил спирті. Күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрміз. Жалпы формуласы С2H5OH. Сонымен қатар органикалық қышқылдар. Жеміс-жидектердің барлығында органикалық қышқылдар болады. Оларға лимон қышқылы, алма қышқылы, сірке қышқылы жатады. Ал құмырсқада құмырсқа қышқылы болады. Органикалық қосылыстар, яғни көмірсутектер, А циклді және циклді болып бөлінеді. А циклдегі ашық тізбектілерге қаныққан көмірсутектер және қанықпаған көмірсутектер жатады. Тұйық тізбекті көмірсутектерге карбоциклді көмірсутектер және гетероциклді көмірсутектер жатады. Қаныққан көмірсутектерге алкандар жатады. Қанықпаған көмірсутектерге алкендер, алкиндер, алкадиендер жатады. Карбоциклді көмірсутектер және гетероциклді көмірсутектер бойынша алдағы уақытта жеке-жеке сабақ өтеміз. Төмендегі ссылка арқылы білім ленттен органикалық қосылыстардың жіктелуі жайлы видео көріңдер. Бірінші тапсырма. Төмендегі заттардан тек органикалық заттарды бөліп алып жазыңдар. Екінші тапсырма. 90 грамм метан жанғанда түзілетін көміршыл газының массасы мен зат мөлшерін есептеңдер. 5 нұсқа берілген, 2 жауап дұрыс. Есепті шығарып, сосын белгілейміз. Дәптерге орындап маған түсіріп жіберіңдер. Оқулықтағы 92 беттегі 6 кестені орындап жіберіңдер. Үйге тапсырма. 92 беттегі 8-9 тапсырманы орындаңдар. Органикалық химия жайлы оқыңдар. 12 кестені дәптерге сызыңдар. Жақсы балалар, сау болыңдар.